Денсаулық сақтау мекемелері қара базарға, тіпті халықаралық базарға айналып кеткен бе? Тағы бір трансплантологтың білегіне кісен тағылды. Шымкент қаласындағы нөмірі 1 клиникалық аурухананың бас дәрігеріне адам ағзасын сатумен айналысқан деген айып тағылды. Негізі адамның денсаулығы біреулер үшін бизнес сияқты. Оған препараттар бағасының қымбатшылығы дәлел. Министрлік Дәрі.кз мобильді қосымшасын қолданысқа енгізіп, бақылауды бастағандай болған. Жүйеде дәрі-дәрмектер туралы ақпараттар, соның ішінде максималды құны көрсетілген. Алайда шынайы баға, яғни дәріханалардағы баға мүлдем басқа. Бағынбай тұр. Гүлшат Арыстанбекқызы шаһардағы дәріханаларды аралап қайтты. Дәрі.кз мобильді қосымшасын естуіңіз бар ма? Егер естімесеңіз, экранға қарай жақындаңыз. Бұл қосымшада көрсетілген кез келген дәрінің бағасы максималды шекте қойылған. Яғни дәріханалардағы баға мұндағы бағадан аспауы керек. Бұл талап қаншалықты орындалып жатыр? Оны бүгін біз эксперимент жүзінде сынап көреміз. Тайлолдың пачкасы қанша тұрады? 200 тенге пакетик, 2400. Қымбат сіздерде. Сіз білесіз бе, мынау Дәрі.кз приложение бар министерствоның. Мұнда 1458 деп тұр, максимальный сумма. Сұраған дәрім 942 теңгеге артық сатылуда. Мүмкін бағадан қателесіп тұрған болар. Басқасын сұрап көрейін. Акитаролдың бағасын біліп беріңізші, пожалуйста. Таблетка 500 тенге. 500, иә? Мына жерде 450 деп жазылған. Бұл дәрінің қосымшадағы бағасы 452 теңгеден аспауы керек деп жазылған. Қызық. Келесі дәріханаға кеттік. Проспанше. Сироп тұр, аха. 1800 теңге. 1800, иә? Сироп. Лазалван. Оның бағасы қандай болады? Балаға ма сізге? Жоқ, взрослыға. 1360. 1360. Аха. Тайлолдың да пачкасын көріп бере қойасыз ба? $1450. Соңғы сұраған дәрі ғана қосымшадағы бағамен сәйкес келді. Ангалше таблетка тоже неге, тамаққа. Стоит 1470. Тайлолдың өзі келеді, соның бағасы. 130. Рахмет. Қорапта бұл дәрінің 12 данасы болады. Енді 130 теңгені 12-ге көбейтейік. 1560 теңге шығады. Ал қосымшадағы бекітілген шекті баға 1458 теңгеден аспауы керек. Тағы да баға аспандап тұр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бір емес бірнеше дәріхананы араладым. Бағадағы айырмашылық жер мен көктей. Сонда министрлік тікелей бақылау жасайтын қосымшадағы дәрі бағасы қайдан шыққан? 10 теңге ме, 5 теңге асатын жағдай, яғни бұл жерде заңмен толығымен көрсетіліп отыр. Яғни бұл шекті баға. Одан артық, ол бағадан артық сатуға болмайды. Егер сізде біз сияқты дәрі бағасының орынсыз көтерілгенін байқасаңыз, орталық мамандар айтқандай қосымша арқылы шағымдануыңызға болады. Кейін уәкілетті орган тиісті шара қабылдап, дәріхана басшылығын әкімшілік жауапкершілікке тартады. Дәрі ішпейін десең, денсаулық қымбат. Ал денсаулықты жақсартайын десең, дәрі қымбат. Әйтеуір парадокс.